Армысыздар, Қарашанақ телеарнасының көрермендері. Эфирде апталық шолу сөз тізгінде мен Өтепберген Қарасай. Скрининг ауру түрлерін, оның пайда болу факторларын анықтауға және ауруды бастап кезде ауыздықтау үшін белгілі бір жас мөлшеріндегі адамдарға жүргізетін профилактикалық медициналық тексеру. Бұл тексеру болу мүмкіндігі қатерлі аурулардың алдын алу және ауруды асқындырмау үшін жасалатын шара. Еліміз бойынша скринингтік тексерулер денсаулық бағдарламасы аясында жыл сайын міндетті әрі тегін тексеру арқылы жүргізіледі. Алайда мемлекеттің ұсынып отырған тегін медициналық жәрдемін халық қаншалықты пайдаланып жүр. Соңғы жылдары дәрігерлердің скринингтен өту туралы ұсыныстары жиі естіліп жүр. Шыны керек, біз бұған енжар қарап елемейде жатамыз. Кейбіріміздің әлі сыр бере қоймаған белгісіз аурудан іштей қауіптенетіміз де рас. Алайда өз еркімен дәрігерге қаралып, аурудың алдын алғысы келетіндер де бар. Сонымен скрининг кім үшін жасалады және оның маңызы неде? Скринингтік бағдарлама осы әртүрлі ауруларды алдын алу үшін жасалып отырған шаралардың бірі. Енді ең бірінші ол дейтін денсаулық сақтау саласындағы жаңағы білесіз саламатты Қазақстан бағдарламасы бойынша басталды. Қазіргі таңда денсаулық бағдарламасы бойынша осы скрининг алдағы уақытта нақтылап келіп осындай неге тұрып жатыр. Енді скринингті алатын болсақ, бізде әртүрлі скринингтар бар. Скринингтің әр түріне сәйкес әртүрлі жастағы адамдар шақыртылады. Сондықтан да жаңағы ең бірінші біздің скрининг екі этапқа бөлінеді. Екі деңгейге, яғни ең бірінші деңгейде оларға шақырту жіберіліп, медқызметкері үйге шақырту жібереді. Сол кезде олар дәрігерге дейінгі кабинетке келеді. Дәрігерге дейінгі тексерістен өтуге тиісті жерде әрбір келген адам бірінші деңгейдегі толықтай тексерістен өтеді. Одан бойы, салмағы, кеуде тұсының өлшемі алынып, қан қысымы өлшеніп, және қан құрамындағы қант пен холестерин деңгейі анықталып, қажеттілік болып жатса, әрі қарайғы екінші деңгейлі тексеріске жіберіледі дейді дәрігерлер. Осы скринингке учаскалық медсестралардың шақыртуы бойынша енді биыл кетіватқан болсын жас мөлшермен жүрегімізді тексерттік, қант диабетіне қарсы анализ тапсырдық, салмағымызды, бойымызды өлшеп. Бұл скринингте енді бұл аурудың алдын алу, өзінің денсаулығын тексерту деп түсінемін. Осы көзіміздің банаға қысымын өлшетіп, көз көруімізді бәрінде тексертіп шықтым. Ол енді скрининг өзім үшін керек деп ойлаймын. Аурудың алдын алып, денсаулығын тексертіп тұру әрбір азаматтың міндеті, парызы деп ойлаймын. Кезінде әртүрлі қатерлі аурулардың алдын алуда одан қорғану үшін бұл тексерістің маңызы зор. Белгілі бір жастағы дені сау адамдардың бойындағы өздері байқамаған кездесуі мүмкін. Түрлі аурулардың алдын алу үшін керек дейді дәрігерлер. 40 жастан басталады. Біздің негізгі скринингтарымыз әрбір 2 жыл сайын өтеді. Көп скринингтар. Бірақ соның ішіндегісі бар жаңа әйел адамдардың скринингі, яғни жатыр мойын ісігін алдын алуға байланысты скрининг ол 30 жастан басталады. Әрбір 5 жыл сайын өткізіледі, яғни 30, 35, 40, 45, 60 жасқа дейінгі әйел адамдар жатқызылады. Одан кейін жаңағы екінші этап деген толығырақ түсіндірсем, осындай мысалы жатыр мойын ісігін алдын алу үшін әйел адам келеді, жаңағы әйелдер қарау бөлмесіне. Сол жақтан жаңағы барлық манипуляциялар алынады, анализдер алынған соң облыстық деңгейге жеткізіледі. Облыстан қаралып, егер де қандай да бір жаңағы тағы да дәлелдеу үшін, толығырақ дәлел алу үшін әйел адамды екінші рет шақыртады. Ол екінші рет шақыртқан кезде ол екінші этап болып саналынады. Тексерістен өтуге келген әйел адамдардан бөлек, ер адамдар денсаулығындағы мәселелерге көңіл аударатын арнайы кабинеттерде де тексерістен өтуге болады. Мұнда денсаулық сақтау саласына өзекті қатерлі аурулар шүкір кездесе қоймағанмен, халық арасында жиі кездесетін ауру түрлері анықталып жататын көрінеді. Негізі деген халықта көбінесе кездесетін аурулар геморроид, простатит деген аурулар көп кездеседі. Но бірақ сирек кездесетін аурулар әзір кездескен жоқ. Өткен деген меніңше халық тазалық өзі ұстанымға
екенін келатқан сияқты. Енді бұрынғыдай ондай аурулар жоқ, қазір кездесетіндей жағасы өтетіндей аурулар жоқ. Ал егер тіркеле қалған жағдайда науқастарға сіздер қандай көмек көрсетесіздер? Есепке тіркеле ма? Бізге біріншіден мен кабинетіме келіп, мен деген урологтан кейінгі санатым кіші қызметкермін, сондықтан маған бірінші келіп, сосын мен урологқа жіберемін. Егерде бізде бөлінеді урологқа және гепатолог дегенге, сол арқылы урологқа, гепатолог, ол кісілер учетқа алып, облысқа, Орал қаласына жіберіледі, жаңағы онкологический диспансерға учетқа алып, сонымен қаралады до конца. Скринингтің мағынасы неде? Скринингтің мағынасы көбінесе халық деген жаңағы түсінбейді, ойбай басын алып қашады жаңағы. Соның арасына 2 жас қосылып, бізде скрининг деп аталады, жаңағы өзінің бүкіл денесін түгел тексерістен өткізеді, жаңағы шашынан басынан дейін. Жаңағы өзіне байқалмайтын аурулар болады кейбіреулері. Соны біздер соны байқап, өзімізге учетті алып, тіркеуге алып, соны біздер арғы ем көрсетіп, соны арғы жазуына көмектесеміз біздер. Қазірде елімізде қант диабетімен ауыратындар, қан қысымы жоғары науқастар саны өте көп. Бұған қатерлі ісік дертіне шалдыққандардың санын қосыңыз. Осылардың алдын алу, аурудан қорғау үшін дәрігерлер тарапынан бар мүмкіндік жасалуда. Соның бірі денсаулық мектебі кабинеті. Келушілерге өз кеңестерінен тұратын көмегін ұсынады. Врачебный кабинетте скринингке өтуге келген адамдар қатерлі факторларды анықтайды. Егерде сондай факторлар анықталып жатса, оған темекі тарту, арақ ішу, семіздік сатысына байланысты біріншіден 4-шіге дейін семіздікке бейімделу деген бар при ожирении, сондай қатерлі факторлармен бізге келеді. Сонымен қатар диспансерлік учетта тұрған адамдар келеді. Солармен тәрбие жұмысын, сабақ жұмысын жүргіземіз қазір уақытта. Олар қандай кеңестер айтылады? Енді до учетта тұрған, өздерінің участковый терапевтісіне до учетта тұрған науқастарға скрининг өткенде өздерінің ауруына байланысты стол назначать етеді. Соған байланысты сол столда анықтап, қандай тамақ ішуге керек, қандай тамақ ішпеуге дұрыс, соны айтып береміз. Сонымен қатар дәрілерін уақытылы қалай қолдану керек, қалай әсері бар, қандай тамақтан шектеу қою керек, сосын қандай упражнениялар жасап жеңілдетуге болатынын айтамыз. Сонымен қатар, мысалы, сахарный диабетиктер болады, сондай кісілерге паспорт диабетикке береміз. Ол кісілердің қан қысымы көтеріліп кетіп, құлап қалуы мүмкін. Ондай кісілерге біздер специальный паспорт береміз диабетикке. Фамилиясы, аты жөні жазылған, қандай дәрі қабылдайтын, егер жолда қандай бір оқыс жағдай болып қалыватса, әрбір сумкасын ашқан кісі көмек көрсетілетіндей болсын деп. Осындай скрининг тексерулерге кейде адамдар немқұрайлы қарап келмей жатады. Өйткені ауырып ем іздегенде ғана болмаса, себепсізден себепсіз аурухананың есігін қаққанды ұната бермейтініміз анық. Осылайша өз денсаулығымызға өзіміз немқұрайлы қарап, ауруды асқындырып алатынымыз жасырын емес. Қазірде осы аудан бойынша тіркеліп жатқан қандай аурулар жиі ұшырасып жатыр? Негізі скрининг барысы барлығыдай білетін боларсыздар, профилактикалық шаралар, яғни аурудың қандай болмасын аурудың алдын алу шаралары. Ең бірінші қазіргі кезде енді жүрек қан тамыр жүйесінің аурулары өте көп деңгейде таралған. Олар ең бірінші осы дәрігерге дейінгі кабинетте анықталады. Яғни қанның құрамында холестерин көп болса, немесе артериалдық қан қысымы жаңағы 140/90 дейміз, содан жоғары болса, ол кезде ол жүрек қан тамыр ауру бар деп, ары қарай кардиолог кеңесі бар, ары қарай екінші этапқа жіберіледі. Одан кейінгі екінші орында тұрған білесіздер, енді ісік аурулары дейміз, онкологиялық аурулар дейміз. Енді скринингтің көп түрі осы ауруларды алдын алу үшін жасалып отыр, көбісі.
негізі егер де мысалға ісікті бірінші, екінші стадияда анықтау біздің мақсатымыз, осы скрининг бірінші, екінші стадияда анықтайтын болсақ, бұл ісік аурулары емделеді. Яғни біздер қолымыздан бір нәрсе келеді, яғни оны емдей аламыз. Ал осы скрининг шаралар осыны болдыртпау үшін, яғни алдын алу үшін жасалып отыр. Сондықтан жаңағы біздің медициналық қызметкерлер адамдарды шақырту жіберіп, мындай арнайы қағаздары бар, шақырту жібереді. Сол кезде біздің халық тұрғындары осында келіп, скринингқа немқұрайлы қарамай, яғни өздерінің денсаулығына немқұрайлы қарамай келіп, уақытылы өтсе екен дейміз. Сондай-ақ тегін медициналық скрининг тексерістен бөлек, осы емханада жасы үлкейген адамдарға арнайы ашық есік күндері болып тұратын ескертті дәрігерлер. Әр айдың 4-ші аптасы, яғни сенбі күні біздерде ашық есік күндері өткізіледі. 65 жастан асқан адамдарға, яғни егде жас адамдарға. Сонымен бірге, мысалға, көбісі адамдар енді бізде барлығы да жұмыс бабымен, сондықтан да сенбі күні көбісі демалады деп, сол кезде егерде мынандай күндері келе алмаған адамдар болса, скринингқа сенбі күні келіп өтулеріне болады. Барлық біздің мамандарымыз орнында жұмыс жасайды сенбі күні. Яғни айдың 4-ші аптасы. Сақтансаң сақтармын деген 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні ауырып ем іздегенше ауырмайтын жолды іздегеніміз абзал болар. Рая Құдәулетова, Александр Овчинников, Еламан Қазыбаев, Қарашығанақ телеарнасы. Жиырма 27 наурыз халықаралық театр күні. Қазіргі таңда елімізде үлкенді кішілі театрлар жұмыс жасайды. Біздің ауданымызда да өз өнерлерімен танылып, халықтың батасын алып жүрген осындай театр ұжымы жұмыс жасап келеді. Сахна деген әу бастан алыптардың мекені десек, ал театрдағы тіршілік мүлдем басқа. Сахнадағы сан түрлі кейіпкерлердің болмысы арқылы көрерменге ой тастау, осы арқылы жақсылыққа шақырып, қоғамды тәрбиелеу болып табылады. Тамаша таланттарымен танылып, елдің батасын алып жүрген аудандық демалу орталығының жанынан құрылған Мұрагер театрының орны бір бөлек. Құрылғанына аз уақыт болғанымен, ауыл аймақтар алап, әр қойылымға жауапкершілікпен қарайтын бұл ұжымның аудан өнерпаздар арасында шоқтығы биік. 27 наурыз халықаралық театр күні қарсаңында Мұрагер театрының актерларын сөзге тартып, театрдың ертеңі мен бүгіні туралы сөз қозғаған едік. Құрметті аудан тұрғындары, өнер адамдары, мынау алғашқы тілегім ұлыстың ұлы күні құтты болсын дейміз. Әз наурызымызбен бірге өнер адамдар үшін ең маңызды мерекенің бірі бұл 27 наурыз халықаралық театр күні. Атаулы мерекемен осы Бөрлі ауданында аудандық демалу орталығы жанынан құрылған Мұрагер театр ұжымын шын жүрегімнен құттықтағым келеді. Театр ұжымына әрдайым тың идеялар, жаңа бастамалар, жақсы қойылымдар, сәтті дүниелер әкелсін дейміз. Театр ұжымы осы аралықта Ақсай қаласынан бөлек ауданның ауыл аймақтарымен қатар көршілес ауданда да болып өз өнерлерін көрсеткен еді. Ауданымызда өтетін әр мерекеде ұсынылатын сахналық көріністерден бөлек Сұлтанәлі Балғабаевтың Бізде ғашық болғанбыз, Әділбек Тауасаровтың Махаббат аралы және де Бекен Римованың Қос мұңлық монодрамасын ұсынған еді. Әр қойылымның өз ерекшелігі, өз бояуы бар. Үй болар, үйленер деп ойладық қой айналып. Жарай. Сенің ақылыңды тыңдаймын деп бір қыздан бір, екінші қыздан екі айырын білесің бе? Енді мына қыздан айылар менде шамам жоқ. Мен осымен ғана үйленіп, осымен ғана шаңырақ көтерім келеді. Білесің бе, мен өзімше, өзімнің қалауым бойынша өмір сүруіме мүмкіндік берші Құдайшыны. Айтпақшы ма? Ол қыз, мынау мен қалаған қыз. Сен тұрғанда мына үйге келмейді. Қос мұңлық монодрамасында ата-ананың қадірін білу, жастардың рухани азғындыққа тап болу сөз болса, Махаббат аралы қойылымда адамға қандай іс жасасаң да алдыңа келетіндігі анық көрсетілген. Осындай қойылымдардан театр қоғамды тәрбиелейтін сала екендігін аңғаруға болады. Бүгін мәдениеттің қара шаңырағы театр күні.
барша театр сүйер қауымды және әріптестерімді төл мерекелеріңізбен құттықтаймын. Баршаңызға жұмыста тек табыс, театрымыз, мұрагер театры тек жетістіктерге жете берсін деген тілек тілеймін. Мынанда қосып ал, беш анау. Беш. Беш, ұрмас. Бар екен, а? Бірақ сонда да алақанымның толмай тұрғаны-ай. Жиырма мың аспасаған 20 мың. Менің орнымда сен болсаң қайтер едің, а? 30 мың, 30 мың, 30 мың. Марат, сен оны қайдан ал? Қош, қош. Мүмкін емес. Бекеш, 30 мың дегенің Марат Мамаевич үшін 30 теңге емес. Аурухадан тонау деген не сұмдық? Сонда тек Марат қана тонау керек пе? Бір емес, екі емес, бұл қай сөзіңіз? Марат деген демесін айтсаңшы. Не? Тек қана мен ба тонаушы? Не? Тек қана мен ба? Неткен бастырлық? Неткен бастырлық? Марат! Тағымыздан деген осы емес. Әр қойылымның өз ерекшелігі, өз қиындығы бар. Жүректен шығарып, жүректерге жеткізе білу қиынның қиыны. Талант дауылды күнде шыңдалады деп жатады. Театрдың ауыртпалығын бір кісідей көтеріп, әр қойылым мен сахнада өнер көрсететін жан үшін алаңдап тұратын еңбектің зорын көтеретін режиссер екені белгілі. Мұрагер театрының режиссері да әр қойылымға ерекше дайындалып, өзде сахналық образдарда сомдап жүреді. Мұрагер театры 2014 жылы Бөрлі ауданы темалық орталық жанынан құрылды. 27 қараша күні Сұлтанәлі Балғабаевтың бізде ғашық болғанбыз драмасымен, 2 бөлімді драмасымен тұсауы кесілген болатын. Алғаш енді театрымыздың қаланушыларының 6 адамнан құрылған қойылым жоғарғы деңгейде Бөрлі ауданына қарасты Қарағанды селолық мәдениет үйінде алғаш рет ашылған болатын. Қазіргі таңда 20-дан астам тәрбиеленушілер бар. Ересектер арасында, соның арасында жас актер халық тағылымы үйірмелерімен жұмыстанып жатырмыз. Мәдениет майданындағы сүбелі ісіміздің бірі театр. Театр көрінгеннің ермегі емес, зор еңбек, еңбектің көркемі. Театр көңіл көтерудің ғана орны емес, мәдени ошақ, өнердің орны, еңбекшілер үстемдігінің мәдениет майданындағы қармаулы орынның бірі. Сен таныстыршы мұны мен айналайын. Мүмкін емес, сенің сөзің емес, балама. Болды, көзіміз арасында. Міне, мынау қарттар үйіне баратын қағазың. Дайындал, 2 сағаттан кейін апарып сол. Айтпақшы ана, қызыңа хабарласушы болма, көзінің сорасаға бізді мазалап жүрер. Иә, өзім де солай ойлап тұрғам. Сорлы қызым сорлап қалды емес пе? Күйеуі шетім болып шықты. Кешке жақын жұмыстан ішіп келеді. Балдардың аузына 5 литр сүтті жырып ішіп, таңертең жылтырап жұмысқа кетеді. Кешке жақын жылтырап жұмыстан ішіп келеді. Өле қалғырай. Жете! Дайындал. 2 сағаттан кейін сені қарттар үйіне апарып салам. Театр ұжымында аудандық демалу орталығының қызметкерлері Абдул Рахметов, Зәуре Иргалиева, Әсел Құтжанова, Армат Башиев, Эдуард Садыков, Ержан Зинеденов, Гүлдария Мұқатаева, Ағила Жұбандықова және де қаламыздағы номер 5-ші 2-ші жалпы білім беретін орта мектебінің оқушылары да бар. Мереке қарсаңында театрдың жас өнерпаздары өздерінің ақ жолдай тілектерін жолдады. Құрметті Әсел Нағымқызы және де Мұрагер театрының ұжымы сіздерді осынау халықаралық театр күнімен құттықтаймыз! Өнер жолына басқан қадамдарыңыз тек жеңіске әкелсін. Мұрагер театры жасасын! Жөтеліп жүргендер ғана дәрігерге, ал қалғаны театрға барады деген екен. Ендеше аудан жұртшылығын өздерінің өнерлерімен тәнті етіп жүрген ұжымға да толағай табыстар тілейміз. Өтепберген Қарасай, Арман Құсайынов, Еламан Қазыбаев, Қарашығанақ телеарнасы.
Ағымдағы жылдың 25 наурыз айында аудандық кітапханада рухани байлығымыз кітапты насихаттау және аудан кітапханаларының үздік оқырмандарын марапаттау мақсатында үздік оқырман отбасы 2016 атты байқау өтті. Бұл байқауға аудандық кітапханалар атынан 6 оқырман отбасы қатысты. Кітап адамзат баласына білім бере отырып, әлем көкжиегін кеңейтетін ең алып күш қана емес, адам жанына ең биік рухани байлық сыйлай алатын алтын қазына. Бөрлі аудандық орталықтандырылған кітапханалар жүйесінің ұйымдастыруымен осымен 5-ші жыл қатарынан өткізіліп отырған 2016 жылдың үздік оқырман отбасы байқауына Бөрлі, Қарашығанақ, Успен, Приурал ауылдық кітапханалар атынан және Ақсай қаласының орталық балалар кітапханасынан барлығы 6 отбасы өзара бақ сынасты. 4 айналымнан тұратын байқаудың алғашқысы отбасылардың өздерін таныстырудан басталды. Бір отбасы шежіресін тарқатып, жеті атасының атын атап түсін түстесе, енді бірі оны өлеңмен өрбіді. Өнерлі отбасымыз ұшқыр ойлы, өнерге жол тартамыз алып бойды. Бақсынап келіп тұрмыз тағы да біз, арқалап өзімізбен асқар ойды. Әсия Сейтқали Оразгелді мен боламын, тұрамыз біз жанұяда 10 адам. Әкешім, анашым, қорғаушы 2 ағам, сырласы 2 жеңгем, 2 інім, 1 сіңлім. Содан кейін мен боламын. Сонымен қатар жиналғандар әр отбасы мүшелерінің қолынан шыққан қолөнер туындылар көрмесі мен отбасының мақтаныш етер құнды бұйымдарын да тамашалады. Мына жерде самаурын, тігін машинасы, шам бәрі сол әжеміздің дүниялары. Мына жердегі әбелен көріп отырсыздар, ол менің өзімнің жасағандарым 11-ші сыныпта өзімнің қол өнерлерім. Мына жерде асықтар, қазіргі Нұрдәулет пен Нәби ойнайды. Мынау шағын кітапханамыздан көрініс үйіміздегі. Мынау енді текеметтің сұлбасын осы жерге төсеуге, осы мерекеге арнап дайындап берген әжеміз үйден. Үздік оқырман отбасы байқауына алғашқы рет бақ сынасуға Қызылталдан арнайы келген Сартаевтар отбасының үлкендері де ұлттық киімдерін киіп, келін немересімен бірге осынау байқауға мерекеге сайланып келгендей. Осында сайысқа қатынасуға келіп жатырмыз. Балаларымызды қолдауға, мына кішкентай балаларды өссін өнсін, осындай нелерді көрсін деп, қатарда болсын деп, солай енді өздерінің қабілеттерін көрсетсін деп, сондай жағдаймен келіп жатырмыз. Қызылтал ауылында тұрамыз, бірақ жаңағы 2 балам осы орталық балалар кітапханасында, жаңағы кітапхананың тұрақты оқырмандары, қызым жаңа мектеп жасына дейін болса да, жаңағы аудио кітаптарды барып қарап, жаңа өзіміз отбасымызбен жаңа кітап оқығанды, білімімізді көтергенімізді тәрбиеге көңіл бөлеміз. Осы отбасының кенже ұлы және келініміз, жолдасым жұмыста, жұмыс бабына байланысты келе алмады. Жаңағы тәрбиелеп отырған ұлым Азамат 5-ші сыныпта оқиды, қызым Ақбота деген мектеп жасына дейінгі жаңа ересек тобында тәрбиеленуші. Енді біздің өзім номер 2-ші балабақшада әдіскер болып қызмет етем. Біздің енді бар мақсатымыз осы келешек ұрпағымызды жаңағы тәрбиелі отбасында өсіру, ұрпағымызға жаңа жақсы азамат қылып, азаматша қылып өсіру мақсатымыз. Сол мақсатта балабақшаның тұрақты оқырмандарымыз. Аталмыш байқаудың ең қызықты жері 2-ші айналымдағы қазақ ертегілерінің желісі бойынша өздерінің қиялдары мен ойдан құрастырған көріністері болды. Мысалы, Мақта қыз бен мысық ертегісінің кішкене өзгерткен нұсқасын отбасының барлық мүшелері дерлік ойнап шықты. Ағаш, маған жапырақ берші. Мяу. Мяу. Сәлеметсіз бе әже? Маған су берші. Мен жерім шай ішкім келіп отыр, маған тара әкеп берші. Мяу. Жаным барында ай, інде не бар? Бір ұстар бар еді. Алып кел. Бұл сайыс түрінен алдына жан салмаған қаланың орталық балалар кітапханасының атынан шыққан Бимағамбетовтер отбасы болды. Мұнауың қашан келеді? Әлде мені алдап кетті ме? Ай, сорлы. Ал ешкі көп кешікпей қойшыны ертіп келеді. Қойшы аясын ба? Қастырды. Қойдарым мен қойларымды жейім деген. Мұнау сен бе?
Қасқырды тура қуады, аңқау қасқыр қойшыдан әрлен қашып құтылады. Нағыз ақымақтан не күтуге болады? Әлгі аңқау қасқыр бір күні қойға жолығып. Мен сені қазір жеймін. Жесең қайтейін, маңдайыма жазылған сол шығар. Бірақ мені жейтінің рас болса, соңғы бір тілегімді орындашы. Орындай, қандай тілек? Мен соңғы бір тілегім бар. Ол мен бір билейінші. Билеу ма? Армансыз бір билеу ал онда. Өлесің. What's going on? Ding ding. Әрине, оқырман отбасының білім көкжиегі кең болмақ. Үшінші турдағы эрудиттер байқауы отбасының осы жағын сынға алды. Әр отбасының мүшесі берілген 8 сұраққа сол мезетте жауап беруге тиіс болды. Қазақтан шыққан батыс өңірінің атақты күйшілерін ата. Дина Нұрпейісова. Сосын Құрманғазы. Дұрыс, Дина Құрманғазы. 5-ші сұрағымыз, құйрық бауыр салты қандай қонақтарға сыйға беріледі? Құдалар. Дұрыс, жаңа құдаларға. Қазақстан Республикасының тәуелсіздік қашан алды? Қабылданды? 25-і 91-ші жыл. 1991-ші жыл. Күні? 16-шы желтоқсан. Дұрыс, 1991 жыл 16-шы желтоқсан. Соңғы айналымда әр отбасы өз қолынан келер өнерлерін ортаға салды. Мұнда бірі домбырамен өлең айтса, бірі мың бұрала би билеп, енді бірі тамылжыта ән шырқады. Байқауға қатысушы отбасылардың білімділігі мен өнерін сарапқа салған әділ қазылар шешімімен жеңімпаздардың анықталатын кезі де жетті. Жас ұрпақты оқу мәдениетіне тәрбиелеу және отбасылық оқуды жаңғырту, қолдау бағытындағы байқауда ерекше өнерімен, біліктілігімен көзге түскен Бимағанбетовтер отбасына бас жүлде бұйырды. Біздер оқырмандар отбасына алғашқы рет қатысып отырмыз. Осы байқауда жүлдегер атанғанымызға қуаныштымыз. Болашақта осы ауданның намысын қорғаймыз деген ниеттеміз, сенімін ақтаймыз деп айта аламыз. Осы жаңағы оқырман отбасына мен немерелермен қатысып отырмын. Болашақта осы оқырман отбасы арқылы, кітап арқылы, бұл кітап яғни сарқылмас бұлақ қой, балаларымыздың жан дүниесі, көз қарасы, өмірге деген көз қарасы өзгеріп, өз отанымыздың, тәуелсіздігіміздің беделді, тәрбиелі, білімді азаматшасы болатынына сенімім мол. Байқауға қатысқанда көптеген көмек көрсеткен аудандық кітапханашылар ұжымына көп рахметімізді айтамыз. Болашақта оларға еңбектері табысты, жемісті болуын тілейміз. Шара соңында отбасы тәрбиесі арқылы бала бойына кітапқа деген сүйіспеншілік пен құрметті сіңіре білген отбасылардың байқау қорытындысы бойынша 1-ші, 2-ші, 3-ші орындарды иеленгендерге бағалы сыйлықтар табысталып, ал жеңімпаз отбасы облыстық байқауға жолдама алды. Рая Даулетова, Александр Овчинников, Еламан Қазыбаев, Қарашығанақ телеарнасы. Ақтөбе қаласындағы Ақбөбек оңалту орталығының құрылғанына 20 жыл толуына орай республикалық шығармашылық байқауға Бөрлі ауданының мектеппен жұмыс орталығының домбыра үйірмесін тәрбиеленушілерде барып, жүлдемен оралды. Толығырақ келесі бейнематериалда. Бөрлі ауданының мектеппен жұмыс орталығында бұл күнде бірнеше үйірме жұмыс жасайды. Сол үйірмелердің ішінде бірі әрі бірегейі домбыра үйірмесі. Ұлттық құндылығымыз болып табылатын аспаптың бірі домбыраны жастайынан жанына серік етіп, бұл күнде осы мекемеде 15 жылдан бері жұмыс жасап, шәкірт тәрбиелеп жүрген жанның бірі Гүлсұлу Өмірзаққызы. Аудандық байқаулардан бөлек облыстық және де республикалық байқауларда өзі баптаған шәкірттері көш бастап жүр. Осындай өнер додасының бірі жақында ғана Ақтөбе қаласында болған еді. Байқауға
барлық облыстардан, яғни республика көлемінде болғандықтан Қызылорда, Атырау, біздің Батыс Қазақстан облысының жаңағы үміткерлері қатысты. Біздің домбыра үйірмесінің тәрбиеленушілері Икеш Шупар және Әлібек Гүлім атты 2 оқушымыз қатысып, жақсы жетістікпен оралды. Икеш Шупар үлкен топпен, яғни 12 және 15 жас аралығындағы үміткерлермен сайыста өз деңгейінде орындап, Дәулеткерейдің Күйік Құдашаны орындады. Нәтижесінде осы байқауға белсене қатысқаны үшін дипломмен және естелік сыйлыққа ие болды. Енді бұл байқауда кіші топқа қатысқан Әлібек Гүлім атты оқушыны мақтан етемін. Себебі ол бұл байқауға Дина Нұрпейісованың Тойбастар күйін орындап, 1-ші дәрежелі дипломға және мынандай кубокқа ие болды. Ақбөбек республикалық балалар газеті өз оқырмандар арасында республикалық 3-ші шығармашылық байқауына еліміздің жер-жерінен вокал, хореография, музыкалық аспаптарды ойнау, шығарма жазу, сурет салу, мәнерлеп оқу жанрлары бойынша өткізген еді. Ал аудан намысын қорғап, өз өнерлерін ортаға салып, музыкалық аспаптарды ойнау бойынша жүлдегер болып келген кішкентай өнерпазымызда сөзге тартқан болатынбыз. Мен Әлібек Гүлім мектептен тыс жұмыс орталығының домбыра үйірмесіне барамын. Жақында Ақтөбе қаласындағы Ақбөбек байқауына қатыстым. Дина Нұрпейісованың Тойбастар күйін орындап, 1-ші орынға ие болдым. Маған байқау ұнады. Мектептен тыс жұмыс орталығының домбыра үйірмесіне қатысамын. Жетекшім Көшербаева Гүлсұлу Мырзақызы. Маған домбыраға барған, домбыра үйірмесіне қатысқан қатты ұнайды. Өнер байқауына 6 мен 15 жас аралығындағы өнерпаздар қатысты. Жарыстың мақсаты талантты балалар таңдау, олардың бойындағы өнерін шыңдау, осындай жарыстар арқылы үлкен сахнаға дайындау екен. Бұл күнде домбыра үйренгісі келетін жандардың қатарында өзге де ұлт өкілдері бар екен. Бірнеше жылдан бері аянбай еңбек етіп жүрген ұстаз байқау оңай болмағанын айтып, сенімін ақтап, байқауда жүлдемен оралған оқушыларының алар асуы әлі де алда екеніне сенеді. Осы байқауға бізге қатысуға септігін тигізген аудандық білім бөлімінің басшысы Тыршанова Айымгүл Мақсұтовнаға және мектептен жұмыс орталығының директоры Құсайынова Салтанат Сагиновнаға және осы 2 оқушының Икеш Шупар және Әлібек Гүлімнің ата-аналарына өзімнің алғысымды айтқым келеді. Және шәкірттеріме алдағы уақытта өнер әлемінде қанаттарын талмасын, биіктей беріңіздер, қазақ өнерін ары қарай дамыта берейік дегім келеді. Дәстүрлі өнерді насихаттап, көрерменді қоңыр үнді күйлермен сусындатып жүрген ұстаз бен оның шәкірттеріне шығармашылық табыстар тілейміз. Өтепберген Қарасай, Арман Құсайынов, Еламан Қазбаев, Қарашығанақ телеарнасы. Ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесіне орай Ақсай қаласында КПО BV компаниясының кәсіподақ ұйымының төрағасының қолдауымен елдер арасында қазақ күресінен командалық ашық турнир болып өтті. Наурыз
айының 31-дегі кешінде қаламыздағы Чехтар қалашығы деп аталатын аумақтың спорттық кешенінде ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесіне орай КПО-БИВИ компаниясының кәсіподақ ұйымының төрағасының қолдауымен ерлер арасындағы қазақ күресінен командалық ашық турнир болып өтті. Бұл айтулы додаға арнайы келген Батыс Қазақстан облысының қазақ күресі федерациясының президентінен бастап, осы өзіміздің ұлттық қазақ күресінің жанашырлары мен аталмыш спорт тізгінін тартқан ерлер мен спорт сүйер қауым жиналды. Бүгін Бөрлі жерінде Ақсай қаласында ұлыстың ұлттық күніне арналып бір ұлы той өткелі жатыр деп айтуға болады. Неге десеңіз, өзіміздің ұлттық дәстүрлі қазақ күресімізден КПО-БИВИ компаниясының кәсіподақ ұйымдарының жүлдесіне арналып, осы қазақ күресінен ашық командалық турнир өткелі отыр. Енді бұл айтып кету керек, қазақ күресі тек қана бұл қазақ күресіне спорттың түрі деп қарап емес, бұл біздің қазағымыздың, ұлтымыздың мәдениеті, өнері, осы жастарға үлгі тәлім тәрбие беретін үлкен спорт түрі деп айтуға болады. Енді бүгінгі мына жарысымызға келетін болсақ, басталып отырған, айтып отырмын ғой, КПО-БИВИ компаниясы деп, осы енді Ақсай қаласындағы үлкен компаниялардың бірі ғой енді. Сондықтан осы кәсіподақ ұйымына, осы кәсіподақ басшыларына біз алғысымызды білдіргіміз келеді. Батыс Қазақстан облысының қазақ күресі федерациясы атынан, палуандар атынан осындай ұлыстың ұлы күніне арналып турнир өткізуге отырғанына. Енді алдағы уақытта мен айтар едім, әрбір аудандарда осындай турнирлер жиі ұйымдастырылып тұрса, кішкентай балуандарымызға болашақ өсіп келе жатқан тәлім тәрбие беруге, осы балаларымыздың денсаулығына, денелерінің шымыр болуына, мықты болуына үлкен әсері болар еді деп. Сондай бір армандарымыз бар. Қазақ күресінен өткен бұл командалық ашық турнирде Орал қаласынан келген спортшылар мен қаламыздың Ақсайгаз сервис нөмір 1 қарашығанақ, нөмірі 2 және нөмірі 3 қарашығанақ командалары мен өрт сөндірушілер командасы, автодом командасы мен Бөрлі ауыл мен Қызылтал командалары. Барлығы 9 командалық топ өзара бақ сынасты. Бақ шабама, бап шабама дегенде қатысушылардың бәрі де бас жүлдеден дәмелі. Наурызымыздың мейрамына арнап атқан КПО компаниясына мыңда бір рахмет айтқым келеді. Орал қаласынан келіп тұрып, 5 салмаққа палуандар келіп отырық. Енді осында келгесін ойымыз жеңіске жету, қайткенде де. Енді палуандар сайыс көрсетеді деп ойлаймын. Дегенмен енді бірінші орын алғанға тырысуға енді тырысамыз. Палуандарыңыз облыстық деңгейде, республикалық деңгейде жарысқа қатысқан спортшылар, қазақ күресінен спортшылар ма? Арасында Сүлейменов Олжас күрескен, қалғандар енді жастар. 98 жылғы балдар. Мен де қатысып жүрген жас балдар ғой, келіп. Ағаларымен күресіп, сайысын көрсін деп, ағаларымен жағасынан ұстасын деп атқаным ғой. Жеңетін бұларды ойлаймыз ғой. Үмітсіз шете алмайды ғой, бәріміз үміттеміз. Қазақтың жыл басы санаған әз Наурыз мерекесі құрметіне арналған бұл күнгі жарысқа келген қонақтарға Наурыз көже мен бауырсақтан дәм ұсыну ұмыт қалмады. Аталмыш жарысты ұйымдастыруға мұрындық болып отырған ауданымызда КПО-БИВИ компаниясының өзінде 4 жылдан бері осы спорт түрінің жалғасып келе жатқанын айтқан бапкері бұған дейін де талай турнирлер түрін өткізіп жүргендерін де айтты. Турниріміз КПО компаниясында алғаш рет командалардың арасында өтіп жатыр. Және бұл өте көп командалар қатысып жатыр. Бұл турнир ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесіне арналған турнир, ашық турнир аудандық. Және КПО кәсіподақ ұйымының төрағасының қолдауымен өткізіліп жатыр бұл турнир. Және өзіңіз көргендей көптеген балуандар келді, мықты балуандар. Қазақ барысына қатысқан балдар келіп, осы турнирде қазір күресіп жатыр. Өте үлкен дайындықпен келіп жатыр балуандар. Және енді қазір турнир өте тартысты өтіп жатыр. Өздеріңіз көргендей. Енді осы турнирде сияқты алдағы уақытта, мысалы мамыр айында да өткізгіміз келіп тұр. Осы КПО-БИВИ компаниясының қолдауымен. Және сол жастарды спортқа баулу біздің міндетіміз.
сол себептен енді осындай турнирлер жиі болып тұрады. Командалық ашық турнир жарысына қатысқан палуандар 5 салмақ дәрежесі бойынша 18 жастан жоғары салмақтағы ерлер болды. Команда қатысып жатыр. 5-тан 60, 70, 80, 90 және 90-нан жоғары. Бұл командалық жарыс. Осы наурыз орналастырып ұйымдастырылып жатқан. Енді сол профсоюз КПО компаниясына алғысымыз шексіз. Олар осы әр мерекелерімізге арнайы осындай жарыстар ұйымдастырып тұрады. Осы қазақ күресінен, өзіміздің ұлттық түрінен осы өткізіп, осыған үлкен үлес қосатын осы Ерлан Қоянбаев үлкен осы ұйымдастырып, осы бізбен, спорт мектебімен бірігіп, осы мерекелі мейрам күндері осы өткізіп тұрады жарысымыз. Бізде жақсы дамып жатыр осы кеше жақында осы Көкшетау қаласында біздің 2 спорт мектебіміздің түлегі шәкірттері осы Көлбай Темірлан мен Жанар қарындасымыз, қызымыз қатысып, екеуі осы Қазақстаннан жүлделі 3-ші орын алып келді. Қола жүлдегері. Осы сол қызымыз осы Қазақстаннан, Батыс Қазақстаннан қатысып отқан спортшылар ішінде жаңғыз сол осы біздің шәкіртіміз алып келіп отыр. Ер балалар арасынан Оралдан 2 бала. Соның 2-інің біреуі осы біздің Темірланымыз енді. Енді осы біздің жас спортшыларымызға да біз биіктен көрінуіне тілектеспіз. Ақ жол тілеймін оларға. Осы ауданымыздың, облысымыздың, Қазақстанымыздың атын шығарып, көк туымызды желбірете беруіне мен тілектеспін енді бәріне соларға. Қазақ күресен ашық турнирдің нәтижесі командалық есеп бойынша 1-ші орын Ақсайгазсервис спортшыларына бұйырса, 2-ші орынды Қызылтал, ал 3-ші орынды Орал палуандары жеңіп алды. Ал осы топтық жарыстан соң өткен түйе палуан күресінің бас жеңімпазы атанған Орал қаласының палуаны Сүлейменов Олжас пен 2-ші және 3-ші орынды иеленген Қызылталдың Жұмағұлов Бейбіт және Оралдың Оразғалиев Қасымхан атты балуандары болды. Барлық жеңімпаздар мен жүлдегерлерге құрмет грамоталары мен кубоктар, медальдар мен ақшалай сыйлықтар табысталды. Рая Даулетова, Александр Овчинников, Еламан Қазыбаев, Қарашығанақ телеарнасы. Осы апта осындай жаңалықтарға толы болды. Келер аптада кездескенше басымыз аман, бауырымыз бүтін болғай.